Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, біз әдеттегінше Құран мысалдары дәрісімізді жалғастырамыз. Алла тағаланың қалауымен Бақара сүресіне кездесетін бірнеше мысалдармен таныстық. Алла тағала кейбір аяттарда мұнафиқтардың халдерін сипаттаса, кейбір уақыттарда Алла тағала қарсы келген бұттарға табынатын мүшриктердің халін сипаттаса, кейде Алла тағала Аллахтың жолында Аллахтың разылығын көздеп, Аллах тағаланың дидарын көздеп жұмсаған қаражат жұмсайтын адамдардың мысалдарын келтірсе, соңғы өткен дәрісімізде біз рия істейтін адамдар немесе берген жақсылықтарын істеген ізгі амалдарын міндет істейтін адамдардың қияметте халдері қалай болатындығын және бұл дүниеде олардың істеген амалдардың мысалын Алла тағала баяндап берген еді. Енді біз Бақара сүресінің 265 аятында Алла субхана тағала осы тапқан дүниесін Аллах тағаланың разылығы үшін жұмсайтын адамдардың тағы бір мысалын келтіреді. Яғни өткен аятта біз Аллах тағаланың разылығын көздеп мал жұмсайтын адамдарды, дүние жұмсайтын адамдарды айтқан болыппыз. Олардың мысалдары бір дәнеге егіп, одан 700 дән шығатын өсімдікпен теңеген едік. Енді бүгінгі мысалда Алла субхана тағала бізге былай баяндайды. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. Енді مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مرضات الله. Алла тағаланың разылығын көздеп, Аллахтың жолында мал жұмсайтын адамдар. Және екінші олардың көріністері وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Және олар іштей соған нақты бекігендер. Бұл деген сөз мына нәрсеге мән білдіреді. Білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистен біріне былай айтады. Ертең қиямет қайымда адам 4 нәрседен сұралмайынша қадамы қимылдамайды. 4 заттан сұралмағанша мен де сіз де басқалар да қимылдамайды. Соның арасында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ерекше көңіл бөлген заттардың бірі ол тапқан малымыз. Ертең қиямет күні біз тапқан малымызды қалайша таптық, яғни Аллахтың алдында адал жолмен таптық па, әлде арам жолмен таптық па, содан сұраламыз. Екінші, сол тапқан малымызды қайда жұмсадық, ол жайын тағы сұраламыз. Яғни біздің тапқан табысымызға қатысты Құдайдың алдында 2 сұрау болады. Біріншісі қалайша таптық, екіншісі оны қалайша жұмсадық. Енді Алла тағала мақтаулы адамдар айтады. Олар тапқан табысын Аллахтың разылығын үшін жұмсайтын кісілер. Аллахтың разылығын көздеп. Мәсәлул лазина юнфиқуна амвалахум ибтиғаа мардатилlah. Алла тағаланың разылығын көздеп мал жұмсайтындар. Және олардың екінші ерекшеліктері тәсбитан мин анфусихим. Және іштей нақты соған бекіген кісілер. Тәсбитан мин анфусихим деген сөз, құрметті бауырлар, ол бұл ісінде өздеріне іштей бекіп алған. Әр уақытта осыны істеймін деген бір іштей қатты бекініс бар. Тәсбит деген сөз қатты соған бекіген адамдар. Әртүрлі адамдар болуы мүмкін. Өзіне бір ұнамды істі өзіне үстіне қойған кісілер болады. Және содан әрқашан тұрақты болады. Мысалы үшін кейбір бауырларымыз бар. Елімізде аз емес. Аллахтың разылығы үшін өзіне миссия алған кісілер бар. Мен Аллахтың разылығы үшін жанында, кеудемде жаным бар кезде мен 100 мешіт салам дейтін жігіттер бар. Немесе кейбір бауырлар мен қазаққа пайдам тисін, қазақтың көзі ашылсын деп мектеп салам деген кісілер бар. Немесе медресе салам деген сияқты әртүрлі бағытта ұмтылып жүрген кісілер бар. Тәсбитан, яғни бұл іске олар іштей қатты бекінген адамдар. Немесе кейбір бауырларымыз бар. Өздері ілім талап етіп жүрген кезде, студенттік шағында қаражаттан қатты қиналып, сонда да оқып, және өзі көз алдында көптеген шәкірттердің қаражаттан қиналып оқудан кетіп жатқанын көргеннен кейін іштей ниет еткен бауырларымыз бар. Егер Аллах тағала маған мүмкіндік беретін болса, мен осында ілім алып жүрген бауырларымызға қаржылай жәрдем беріп, олардың оқуларын тастап кетпей, сол ешқандай қиналмастан оқуларын бітіріп келуге бір үлес қосайын деген бауырларымыз бар. Сол сияқты әрқайсымыз әрбір бағытта ұмтылып жүрген бауырларымыз бар. Сол тәсбитан деген мағынасы иштей осындай істерге қатты бекінген адамдар.
мен Құдай үшін осы нәрсені істеймін дегендер. Немесе кейбір жоқ емес, елімізде көп қой. Бір әртүрлі аурумен ауыратын кісілер бар. Мысалы үшін елімізде қазір уақытта ең көп тарап кеткен аурулардың бірі мысалы ДЦП мен ауыратын балалар бар. Алла тағала олар жеңілдік берсін. Кейбір бауырларымыз мен сол ДЦП мен ауыратын балаларды емдеймін деген оймен сондай сол бағытта қызмет істеп жүрген бауырларымыз бар. Немесе кейбір бауырларымыз осы қазақ даласында баспанасыз қалмасын деген сияқты оймен әрбір қазаққа үй алып беремін деп жүрген бауырларымыз бар. Ол да іштей жақсы нәрсе ниет еткен адамдар. Осындай адамдарды Алла тағала баянап жатыр. Осындай Аллахтың разылығы үшін мал жұмсайтын адамдар және тәсбитан деген сөз осындай затқа қатты бекіген іштей. Жаңа айтқанда әртүрлі көріністер. Елімізде болып жатқан бірнеше нәрсені айтып өттік. Одан да бөлек мысалы үшін қаншама жақсы амалдар бар істеуге болатын. Оны әртүрлі жерлерден хабарларын естіп жатқан шығарсыздар. Әркім шамасы келгенше жақсы амалдар істеп жатыр. Енді Алла тағала осындай адамдар мысалын келтіреді. Камасали жанна би рабуатин асабаху вабил. Осылайша бір ізгі іс істеуге ниет етіп және сода бекем тұратын адамдар мысалдар Алла тағала неге теңейді? Оны Алла тағала бір бау-бақша теңейді. Және ол бау-бақшаның тұрған жері берабуатин деген сөз жоғары жерде. Мысалы үшін мына бізде Алматы тұрған жеріміз, Алматының бөктеріне жақын жерге тұрғаннан кейін Алатауының бөктеріне жаңбыр бірінші түседі. Өйткені тау жоқ, жоғары тұрады және ең бірінші жаңбыр түсуі белгілі. Бізбен сіздер оны қабылдау жеңіл. Және Алла тағала осыны баяндап жатыр. Оның мысалы, яғни Аллахтың разылығын көздеп мал жұмсайтын болса, және сода іштей бұл Аллахтың алдында Алла разы болатын амал, Аллахтың разылығы осы істе бар деп сеніп сондай ниетпен істейтін кісілер болатын болса, олардың мал жұмсаған малдар мысалы бір бау-бақша сияқты еді. Камасил жанна берабуатин, жоғары жерде орналасқан. Жоғары жерде мысалы үшін жаңа Алатаудың бөктерінде, Алматының тауларының бөктерінде орналасқан бақша сияқты. Асабаху вабилун. Сол жерге жаңа егін бау-бақшаға жаңбыр бірінші түседі. Мысалы үшін менің ауылым ол Ақши дейтін ауыл. Біздің ауыл ол шөл жер. Алла тағаланың қалауымен жаңбыр ол жерге көп түсе бермейді. Және ол жерге егін шығу үшін міндетті түрде арықпен суару керек. Су әкелу керек, каналдар арқылы су келеді. Адамдар осы нәрсені қадағалаған кезде ғана өнім өсіп шығады. Ал өз бетінен жаңбыр түсуі ол көп бола бермейтін жағдай. Ал енді тау жаққа мән беретін болсақ, онда ол жаққа жаңбыр көп түседі. Тура сол сияқты Алла тағала осыны мысалға келтіріп жатыр. Сіз Алла тағаланың жолында мал жұмсайтын болсаңыз, ол жаңағы тау бөктерінде орналасқан бақшаға ұқсайды. Ол жаққа жаңбыр жауған кезде тау бөктерінің бақшаларға ол жердегі жемістер көп өсіп шығады. Ол жердің өнімдері көп болады. Салыстырмалы түрде менің ауылым мен Алматының бөктеріндегі ненің жемістерінің беруі екі түрлі болады. Соны Алла тағала айтады. Оның мысалы асабаха вабилун. Вабил деген нөсерлі жаңбыр. Нөсер жаңбыр түседі. Фаатат укулуха диафайн. Сөйтіп ол жерден шығатын өнім диафайн еселеп шығады. Яғни біз Аллах тағаланың алдында жолында мал жұмсайтын болсақ, және сол жерде ниетіміз мықты болатын болса, онда ол жерден шығатын өнім еселеп көп болып шығады. Жаңағындай бұрынғы кезде айтатын еді адамдар, апорттың осындай еді, мынау мынандай еді деген сияқты, тура сол сияқты Аллахтың алдында мал жұмсайтын болсақ, Аллахтың жолында, және сол жерде ықыласымыз болатын болса, оның жемістері еселеп келеді. Алла тағала аз берген нәрсені осылайша еселеп қайтарады. Ал енді нөсерлеп жаңбыр жаумайтын болса, онда ол жерде фатоллун деген сөз аз да болса, себелеп болса да міндетті жаңбыр жауып өтеді дейді. Аллаху бима таъмалуна басир. Алла тағала кім қандай зат істеп жүрген болса, оның бәрінен хабардар. Осы жерде қарасаңыздар, Алла тағала баяндап жатқан нәрсе қандай? Егер біз Аллахтың жолында садақа беретін болсақ, ол жаңағы бақшамыз сияқты. Ол бақшада жаңбыр жаумайтын болса, өнім шықпайды. Бірақ егер оған біз Алланың разылығын көздеп жұмсайтын болсақ, сол өнімнен кейіннен оған қоса ниетіміз қосылатын болса, ол жерге жаңбыр нөсерлеп түседі. Егер ол жерде ниетіміз әлсіз болатын болса,
ол жерде тек қана жаңбыр себелеп өседі. Ал жаңбырдың себелеп түсуінен көп өнім шықпайды ғой. Бірақ мына жаңбыр нөсерлеп жауатын болса, ол жерге өсім көп шығады. Сол себепті осы Құранда келетін мысал, Бақара сүресінің 265-ші аяты, ол тағы бір көрініс. Алла тағаланың жолында біз мал дүние жұмсайтын болсақ, оның Алла тағала еселеп беретіндігі. Осы оқиғаны қуаттайтын, немесе осы мысалы қуаттайтын Құранда бір мысал бар. Баршамызға белгілі Қалам сүресі, Нун сүресі. Алла тағала сол Қалам сүресінде бақша иелері жайлы баяндайды. 3 ағайынды бауыр болады. 3 ағайынды бауырдың әкесі бақшаның иесі болған кезінде сол бақшадан түсетін үлесті жемістерді кедей-кепшіктерге үлестіріп беретін еді. Бірақ әкесі қайтыс болғаннан кейін әлгі 3 ағайын біз енді әкеміздің істеген ісін қойып, кедей-кепшікке жемістерден, бау-бақшадан түсетін өнімдерді үлестірмей, бәрін өзімізге алайық деген ойда ертерек бақшаға бет алады. Солай ертерек барамыз деп өзара ақылдасады. Өйткені ертерек барып алмайтын болса, таң атқан кезде әлі кедей-кепшік бақшаға келіп, қолдарын жайып сұрап тұрады. Сөйтіп әлгі кісілер, бақша иелері, ұйықтап, сон таңертең бақшаға барған кезде бақшаны өртеніп кеткен халде табады. Бақшаға от түскен, одан күл-талқан болып өртеніп кеткен. Сол кезде әлгі кісілер өкініштен саусақтарын тістей бастайды. Біз не нәрсе істедік, біз өзімізге зұлымдық істедік деп. Осы жерде қарасаңыз, осы қиссадан беретін үлкен пайда, әлгі бақша иелері кедей-кепшікке дүние бермей, өзіміз басып қаламыз деп, тек қана өздерінің ойлаған себепті Алла тағала бақшаларына от түсіріп, сөйтіп от түскеннен кейін барып әлгі бақша иелері ойланып, біз қателестік. Негізімізде әкеміздің істеп жүрген ісі сол кедей-кепшікке бақшадан түсетін өнімнен беруіміз керек деп өздері айта бастайды. Кейіннен олар Алла тағаладан дұға етеді: Аллахым, бізге бұдан да жақсы бір бақшамен ауыстырып берші деп тәубе еткеннен кейін. Кейіннен хабарларда келгендей, Ибн Аббас радиаллаху айтады, шынымен Алла тағала оларға одан да жақсы бақшаны ауыстырып берді деп. Кейіннен олар осылайша кедей-кепшікке садақа беруді әдетке айналдырған. Осы Қалам сүресінде оқиға бақша иелерінің. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахих қиссаларда келетін хадисі бар. Бір күні бір кісі отырған кезде бұлтты көреді. Сөйтіп әлгі бұлт барып бір кісінің бау-бақшасында жаңбыр жауа бастайды. Бұл әдетте болатын жайт емес қой. Қалайша бұлт барып басқа бір кісінің бау-бақшасына барып жауады. Кейіннен әлгі кісі осы таңғажайып жайтты көргеннен кейін әлгі бақшаның иесін тауып, соны сұрайды: жаңа бұлт барып, қанша жер болса да, тек қана сенің бақшаңа барып жаңбыр жауа бастады. Осы маған сырын айтшы деп сұрайды. Сол кезде әлгі бақшаның иесі айтады: шын мәнінде менің істейтін ешқандай артық амалым жоқ, бірақ менің істейтін бір амалым бар. Ол әр уақытта бақшамнан түскен өнім түсетін болса, мен сол өнімді 3-ке бөлемін дейді. Бір бөлігін келесі жылға егетін егінді алып қалам, бір бөлігін бала-шағамның өзімнің қажеттілігін жағам, қалған 3-ші бөлігін кедей-кепшіктер, мұқтаждықтарын беріп отырам деп әлгі кісі айтқан болатын. Мүмкін осы ісім үшін шығар, Алла тағала менің бау-бақшама әлгі бұлтты жаудырып қойған деп айтады. Осы қиссадан байқайтын нәрсе, қарасаңыздар, Аллах тағаланың алдында тапқан табысымыздың бір бөлігін жұмсай алатын болсақ, Алла тағала біздің кәсібімізге, істеп жатқан ісімізге өз берекесін береді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан сөзі бар: кез келген қаржы тауып жүрген мұсылманның малында кедей-кепшіктің хақысы бар деп. Және басқа бір сөзінде, шын мәнінде садақа адамның малын тазалайды дейді. Адамның малын тазалайды. Сол себепті осы аяттар, жаңағы Қалам сүресінің оқиға, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадистердің бәрі біз бен сіздерге Аллахтың жолында аз да болса қаражат шығарып, діннің өсу үшін, кедей-кепшіктің қажетін жабу үшін қаражат жұмсауды қызықтырады. Алла баршамызға пайдалы ілім нәсіп етсін. Осы біздің бөлісіп жатқан ілімдеріміз көпшілікке пайдалы болу мақсатында осы видеомен бөлісіп қойсаңыздар болады. Және тіркеліп біздерге пікірлерін жазсаңыздар, бізге өте ерекше қолдау болар еді. Алла баршаңыздан разы болсын. Ахир дағуана иннал хамдулиллахи роббил аламин.